Сәлеметсіздер ме каналымның көрермендері, бүгін осындай дәмді рогаликтердің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге бөлме температурасында жұмсақ сары май, қант ұнтағы, ас содасы, уксус пен қаймақ, ұн және варенка, яғни қою қайнатылған сүт керек болады. Ең алдымен бөлме температурасына сары майға қант ұнтағын қосып миксермен араластырып аламыз. Миксер болмаса, жай ғана венчикпен немесе қасықпен де араластыра берсе болады. Одан кейін қаймақ қосып араластырамыз. Келесі уксусты алып, ас содасына қосып ашытып аламыз. Одан кейін жаңағы массаға қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін, міндетті түрде ұнды илеуіштен өткізіп, жаңағы массаға қосып отырып, қамыр илейміз. Бұл жерде ұнды көп қоспаймыз. Описанияда қанша грамм көрсеттім, сонша ғана қосу керек. Себебі печеньеларымыз піскен кезде ұны көп болған жағдайда ол қатып кетеді, немесе тығыздалып кетеді. Қамырымызды жинап алдық. Міне жабысқақ болады қолға. Енді оны тоңазытқышқа, салафанға салып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Уақыт өткеннен кейін жұмыс столына ұнымызды сәл сеуіп, қамырымызды 8 бөлікке тең етіп бөліп аламыз. Осылай бөлгеннен кейін әр бөлікті жинақтап алып, кеуіп езіліп кетпес үшін тоңазытқышқа қоя тұруға болады, салафанға салып. Енді бір бөлшегімізді алып, сәл ұн себе отыра, жұқа етпей жайып аламыз. Одан кейін арнайы дөңгелек немесе тарелканы пайдалана отыра, рогаликтеріміз әдемі бірдей болып шығу үшін қолданамыз. Мендегі дөңгелектің диаметрі 26 см. Келесі пышақпен немесе осындай арнайы кескішпен 8 бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін әрқайсысына вареная сгущенка салып шығамыз. Бұл рецептте маңыздылардың бірі осы сгущенканы салғаннан кейін екі шетін қыса отырып видеодағыдай орауымыз керек. Сонда піскеннен кейін сгущенкамыз сыртқа шығып ағып кетпейді. Тағы да қайталанып көрсетіліп жатыр. Енді барлығын жасап алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста сәл қызара бастағанға дейін пісіріп аламыз. Ең соңғы кезең пісіріп алғаннан кейін 1-2 минуттан соң жылы күйінде қант ұнтағына аударып аламыз. Рогаликтеріміз осымен дайын. Асыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.